аруақтар енді келмесе, бұл әлеммен қатынас болмаса түсімізге кірмейтін еді ғой. Аруақ түске келеді, бірақ енді жаңағы бейсенбі күні келе ме, жұма күні келе ме, тек қана жұма сайын келеді деген сөз сәл ауырлақ болатын шығар. Жалпы ғалымдардың ортасында таласты дүние, келеді келмейді деген мәселе, бірақ басы ашық. Мысалы түсімізге кіреді, қиналғанда кіреді, дұға дәметіп кіреді, қайыр жақсылық дәметіп кіретіні ақиқат. Сондықтан бұл нәрсені айтқан болар едім, келеді апа, сол үшін дұға қылған жақсы болады дейді. Мен сурет салатын адам едім дейді. Мен сурет салатын адам едім. Атақты Пикассо немесе Малевичтің сызығы сияқты дүниені мен де сызып қойып, шимақ сатпақты сатсам бола ма дейді. Енді ол суретші, сіз айтқан атақты кісілер, олардың суреті емес, олардың аты шығып кеткен. Өзінен бұрын аты шығып кеткен адамдар, сол аты шығып кеткеннен кейін оның бір сызық қойған таяғының өзі қымбаттау болады. Бір сызық қойса, ол сызығың өзі бәлен миллион болады. Сіздікі, жаңағы шимақ сатпағыңызды сататын болсаңыз, өзіндікі деп сатасыз, Малевичтікі деп сатуға болмайды сізге. Атақты онда шимақты болады. Алған адам алады, алмаған адам мына кісі кішкене науқас екен деп кетіп қалады. Сондықтан сол үшін оған қарау керек. Ал енді ондай өнерлі кісілерге дәрежеңіз, атыңыз, затыңыз жеткен кезде сала бересіз. Бірақ көру керек, неге қазір заманда кімнің қай жерден бағы жанып, кімнің қай жерден ісі алға басатынын Құдайдан басқа ешкім білмей жатыр ғой. Сондықтан жақсы нәрсе. Ассалаумағалейкум, жұма қабыл болсын. Әумин, әумин, жақсы ниеттер өте көп. Бірінші классқа барғанда Құран оқыту керек па? Біз оқытпадық дейді. Сыныпқа барғанда тілашар береді ғой біздің халқымызда. Бұл жақсы балаға үрдіс, яғни келешегіне дұғашы болады. Бірақ жаңағы баланың оқуға барғанда, тілі шыққанда, жақсы сөз söyленгенде, жазу сызуды үйренгенде, ғылым білімнің жолына түскен кезде жол ашылсын деп беретін жолашар бар. Кішкентай балаға балаға Құран оқытуға бола ма? Болады, салтымызда бар. Баланы қыста сүндеттеуге бола ма? Болады. Қыстың күні қайта жақсырақ шығар. Енді үйде жатпай далаға жүгіріп кететін бала болса, үйде жағдайға қарап жасаған дұрыс болады. Садақаның бәрі қабыл бола ма? Садақа деген өзі жылы сөз сөйлеу, күлімсіреуден басталып, жолда жатқан тасты алып тастаудың өзі садақа екенін түсініңіз. Садақа деген тек қана ақша беру емес. Оңды солды ақша тарата берудің бәрі садақа деп есептемеңіздер. Садақа деген әлбетте шаман келсе, мұқтажға бергендер жоқ. Бірақ берген кезде де тәкаппарланбай, көкірегіңізді кермей, мен беріп жатырмын деп, ана алған адамды өзіңізден төмен қоймай, мүмкін сізге қарағанда алушыны жоғарырақ қойып, сөйтсеңіз жақсы шығар. Бірақ жылы сөз айту, жақсы сөз сөйлеу, мейірімділік көрсетудің өзі үлкен садақа. Өзіңіз ішіп жеген орныңызды тазалау, таза жүріп, таза тұрудың өзі садақа екенін білгендеріңіз жақсы болады. Қабыл болсын. Көзіңізге не болғанды? Көзіме бесін намаз оқып жатқан кезде екінші намаз кіріп кетсе, ол қатем, оқып бітіресіз. Бір намаз оқып жатқанда екінші намаздың уақыты кіргізсе, оқып бітіресіз. Тек қана таң намазына қатысты мәселе бар. Сіз таң намазын оқып жатқанда күн шығып кетсе, онда таң намаз қазаға қалады дейді. Қарташатындарға барсақ бола ма? Жақсы нәрсе емес. Қарташ қанша өзі қазақ халқы айтпай ма? Жақсының басына іс түссе, Құдайына тәуекел етеді. Сасқалақ адамға іс түссе, қолына палашушыға барады дегендей мағытта сөз бар. Сондықтан жақсы сөз, дұға сіздің өміріңізді реттейді, өміріңізді түзейтін біліңіз. Жақсы адам жақсылыққа танытылады. Көз тию деген бар ма? Әлбетте, айнун хаққун деген хадис келеді. Көз тию ақиқат деген. Көз тиюдің де мәселесі бар. Көз тиюді Құрандағы 113 және 114 сүре соның емі, дауасы. Шынайы сеніміңіз соның дауасы болып табылады. Алматы облысы Талғар ауданындағы мәселелерді қайта сұрап жазылып жатқан көріп отырмын. Бұлай болады ағайындар. Біз құқықтық мемлекетпіз. Көрінген жерден мен де жаңада көріп жатырмын, әлеуметтік желіде бәліншілер қайда, бәленбай қайда, президент қайда, анау қайда, мынау қайда деп дүрліктіріп, бір нәрсеге бір нәрсе қосудың жақсы дүние емес. Біреудің қазасының үстінде опай жинап, міне барлық үндемей жатқанда неге бүйтіп жатсыңдар деген сияқты сөз дұрыс нәрсе емес. Бізде көзі ашық, көкірегі ояу, елін жерін сүйген, заң менен жүретін, Құдайға шүкір азамат мемлекетпіз біз. Сондықтан тиісті қылмыскерлер жазасын тартады,
орнын белгілейді, біздің құқықтық саладағы азаматтар үкімін шығарады, сондықтан әркім өз ісімен айналысу керек. Осы жерде біреудің қайғысының үстінде жаңағы ұпай жинап, өзін көрсеткіш болып, жанашқан сыппай, сыңай көрсетудің өзі күнә екен түсініңіздер. Содан кейін соның үстіне жаңағы тікелей қайта эфирге шығып, әлеуметтік желіде мұндай нәрсе тарату дұрыс нәрсе емес. Ассалаумағалейкум. Күйеуімменен 2 рет неке қидым, талақтан соң енді 3-ші рет қиюға болады ма дейді. Не болды? Қайта қия бер. Басқа жұмыстарыңыз жоқ өзі. Ұрсып қия берген жақсы нәрсе емес. Өзі некені сақтау парыз болады. Оны қию емес, айналайын. Сондықтан қайта бұзып, қайта қию бұл қадірді кетіреді. Ол дұрыс нәрсе емес. Менің әкем мүгедек. 2 аяғы жоқ. Анашым әкемді үлкен дәретке апарғанда анашымның дәреті бұзылама дейді. Айналып кетейін. Қандай аналарымыз бар, Құдай күнімді біреуге қаратпа деген сөздер осындайда еске түседі, айналайын. Сондықтан анаңызға жәрдемші болыңыз. Анаңызға қуат беріңіз, дем беріңіз. Өміріне береке берсін, сабырлық берсін, шыдамдық берсін. Ал енді кішкентай баланы болса да, үлкен адамды болса да дәретке отырғызса, немесе жуып тазаласа, одан дәрет бұзылмайды. Дәретті, яғни бұзылу үшін нақты келісілген шариғаттың үкімімен мәселелер болу керек. Адамның өзінен шығу керек. Ал енді сол жуған кезде одан нәжісті су денесіне шашыраса, онда дәрет бұзылмайды. Тек қана сол шашыраған жерлер жуып тазалану керек болады. Некесіз туылған бала жұмаққа кірмейді дегенге не дейсіз? Ойдой. Жұмаққа кірмеу Алланың еншісі ғой. Мен Құдай тағала кімді кешіреді, кімді кешірмейтін өзі біледі. Бұған біздің қазақ халқымыз жақсы жауап береді, айналайын. Бұған жұмақтан бұрын бер жағындағысына қайтайықшы. Мынау жақсы адамдардан, жақсы әулеттен жаман бала туылады. Бір аяқ асқа алғысыз. Жаманнан да жақсы туады, адам айтса нанғысыз дейді ғой. Сондықтан қалай болғанда некесіз баланы некесізсің деп, сен тастандысың деп, оны көшеге итеріп, ел қоғамнан жырағылап, оны әкесі жаман, әкесі бәлен жаңағы жетесіне тартады деген сияқты жаман сөздерді айтып, баланың жүрегін қалдырмаңыздар. Ертеңгі тағдыр қалай боларын, әкесі барлардың не істеп, тектілердің не істеп жүрген өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Талай тектілердің баласы біразы Қазақстанның қазынасына қол сұғып, қазір шетелді қауғалап жүрген азаматтар бар. Сондықтан мәселе ол жаңағы некесіздігінде емес, солардың бәрі некелі азаматтар. Айтпақ болғаным, тәрбиеге байланысты, Құдайдан қорқуына байланысты, ұлт жандығына байланысты, жерін, елін, отанын сүйгенге байланысты, Құдайдан қорқуына байланысты шығар. Сол үшін дұрыс түсініңіздер деп түсінем, некесіз туылған баланы ренжітуге болмайды. Әлбетте оның істеген туылғанына ата-анасы есебін берер, жауапты болар, бірақ баланы төмен түсірмеңіздер. Енді шариғатта келеді, некесіз туылған бала жаңағы иман болмасын деген сияқты сөздер айтылады. Бұл не үшін? Бұл жаңағы бұндай нәрселер елдің арасына тарамасын деген мақсатта. Мәселен, өз-өзін өлтіргенге жаназа оқылмайды деген сияқты жаңағы тәрбиелеу мақсатында айтылатын сөздер бар. Оны қабылдау керек сол күйінде. Бірақ бұл жекелей адамдардың пікірі. Баланың некесіз туылса, имам да болады, муфти де болады маған десе, президент те бола алады, ел де басқарады. Әркім сен некеден туылдың ба, некеден туылған бадың ба деп ешкім оны тексеріп жүрмейтін шығар. Ол қажеті жоқ. Аға, тахикардия болып көп болып жүр. Ана шәріпке байланысты ма дейді. Қай шәріп, қиындығы ма, қайсына? Сондықтан айналайын жынға байланысты деп айтып атқан шығарсыз, түсінгенім солай. Бізде әйтеуір бәрі оны әлдеқандай қылып, оны жәке деп өткенде біреуде жәке деп, оны шәріп деп, оны әлдеқандай қыласыз, жын деп айта бер. Жын десең аты келіп кіріп кетеді деген қорқасыз ба? Жоқ. Тахикардияны айналайын кардиологқа барасың. Кардиологқа барсаң саған дәрі береді. Изоптин деген группадан болады олар. Сол жүрегіңнің тарсылын басады. Оны дәрігерге көріну керек, ең жақсы сол болады. Бұл жерде айналып кетейін, қатысы жоқ сенің жынның. Тап соны ойлай берсең, жын сол кезде кіріп кетеді. Сен бірінші орында дәрігерге бар, докторға көрін. Кардиолог деген емханаға барсам, поликлиникада жазып тұрады сыртына кардиолог деп. Соған кір алтыным. Алла шипа берсін, денің сау болсын. Өзі мынау жасы 40
40-тан асқандардың барлығына мемлекетіміз денсаулық сақтау министрі қайта-қайта айтып, барлығы мынау тексерілуден өтсін, скринингтен өтсін барлығы деп, ауылдыға тіпті жүрдек пойызға дейін, көліктерге дейін, флюорографияға түс деп қаншама қаражат жұмсалып жатыр мемлекетіміз. Ұлт сау болсын, ұлттың саулығы күшті болсын деп, соған мән берсеңіз жақсырақ болады. Оны жаңағы бұған қараудың қажеті жоқ шығар. Жақсы, жұмаға өтте көп тілектер айтып бастар. Аспа кесел болып өзіне қол жұмсаған адамға жаназа оқылма ма, оқылмай ма? Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбар өзі оқымаған, бірақ сахабаларға оқуға бұйырған. Енді бұл үлкен күнә. Қазіргі мына жастарымыз кішкене осындай шыдамсыздық танытып, отбасыдағы мәселе, содан кейін мынау айтайын деген ұлт қорғайтын, ел қорғайтын біздің ұлттық ұландар, әскерилер, әлбетте біздің болашағымызды, елдің тыныштығын күзететін азаматтардың сабырлы, сабдарлы, шыдамды, төзімді болуы бұл мемлекетке де, отанымызға да, отбасына да, және өзіне де қажетті болған ұлы дүниенің бірі. Айналайын. Сондықтан біздің жастарымыз шыдамды болу керек. Қандай жағдайда кешегі күн өтеді, кетеді, алдағы өмір реттеледі. Сондықтан денсаулықтарыңызды күтіп, қандай да бір қиыншылық болса, ол қиыншылық жеңіледі, есерлетін біліңіз. Кешегі гүл жоқ, айдың 15-і қараңғы болса, 15-і де жарық болады. Айналайын. Басшылар бар, соған қайырлы арқылы мәселе шешуге болады. Реніштен қалай құтылсам болады, қай сүрелерді оқысам болады. Намаз оқыңыз. Намаз, мынау ғұламалар айтады, адам егер менің сәл мұрным дұрыс болмау керек еді, көзім бұлай болу керек еді, бойым мындай болу керек еді деген реніші болса дейді, айнаға қарап, онда бұл адам бұл ренішті кімге айтып отқан ойласын дейді, Құдайға айтып отыр, жаратушысына. Сол кезде жаратушыға ренішін айтса, Алла тағала жаратқанына шүкір етуіміз керек та. Сондықтан адамның сәл өзінен төменге қараған жақсырақ болатын шығар, өзінен жоғарыға қарағанша. Ол бір мә, екіншісі, адам өзін реттеген кезде жоғарыға қарап түзеліп, талпынған дұрыс, бірақ өткенге де шүкір айтып тоба айтса, одан кейін инна сa'яkum лашатта, адамдар сабырсыз, шыдамсыз, қанағатсыз деп келетін болса, сол бар нәрсені қанағат қылу және біреуге қызықпай өзіндегі бар нәрсеге шүкір тоба етудің өзі байлық алып келіп, жүрекке тыныштық алып келеді. Энергетикалық сусындар денсаулықты құртқан, арам деп айта алмаймыз, күнәлі деп айтсақ дұрыс болатын шығар. Денсаулықты құртатын дәрігерлердің толығымен ішпе деген дүниесінің біреуі. Енді қалай болғанда ұлт саулығы бізге денсаулығы аса маңызды дүние. Атамның көзі көрмейді, радио тыңдап отыр, жақсы ұйып. Атамыздың өмірі ұзақ болсын. Аталарымызға сәлем айтыңыз, аналарымызға сәлем айтыңыз. Ұлтымыздың